Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жұмсақ және дәмді болып шығатын тәтті күлшенің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін 450 мл жылы сүтке 100 грамм ерітілген сары майды, 1 жұмыртқа, 150 грамм қант, жарты шай қасық тұз және 1 ас қасық құрғақ ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. 700-750 грамм ұнды електен өткізіп, аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр міндетті түрде жұмсақ болуы керек. Егер қатты болып қалса, онда тәтті тоқаштар, яғни булочкалар біздің ойдағыдай шықпайды. Сондықтан жұмсақ етіп илеуге тырысыңыздар. Бетін пакетпен жауып, жылы жерге орап алып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай болып көтеріліп шығуы керек. Қолымызды сұйық маймен майлап, қамырды осылай икемге келтіріп аламыз. Ұн қолданбастан қамырды бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Менде шамамен 50-55 граммнан осындай 30 бөлік шықты. Енді баклажканың қақпағын ортасына осылай қойып басамыз да, шет-шетін пышақпен кесіп, осылай гүл етіп жасаймыз. Булочканы дайындаған кезде кішкентай қыздарыңызбен, немесе қайын сіңлілеріңізбен бірігіп жасасаңыздар, оларға қызық болады деп ойлаймын. Өйткені бұл булочканың формасының өзі ерекше көзге түседі. Булочканың начинкасына өзіңіз ұнататын начинканы сала берсеңіз болады. Сүзбе, джем, немесе тосап салуға болады. Мен қойылтылған сүтті салдым. Жұмыртқа жағып бетіне 180 градуста қызып тұрған пешке салып 20 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Балаларға шайға немесе мектепке алып кетуге дайындап беруге кеңес беремін. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер дайындап жатсаңыздар, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.